Сәлем достар, сіздер менен Дана Хамид, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер менен осындай жеңіл, жұмсақ, кез келген тамақтың қасына ұсынатын пюре жасаудың жолын үйрететін боламын. Алдымен өзімізге керек картошканың сыртын ашып аламыз. Су картошканың үстін толықтай жауып тұрған болуы керек. Осы кезде қаппағын толықтай жауып, астын көтереміз. Ал қайнап жатырған кезде қаппағын қиялатып қоятын боламыз. Қайнап жатырған сәтімізде бір қасық тұзымызды да салып жіберуді ұмытпаңыздар. Тұзымызды салып, барлығын толықтай араластырамыз. Осы кезде газдың астын баяулататын боламыз, отын яғни. Біраз уақыттан кейін менде жарым сағаттың уақытында ішінде пісті. Жарым сағат өткеннен кейін осылай бөліп көрсек, жеңіл бөлінетін болса, ол біздің картошкамыз піскен болады. Картошкаларымызды піскеннен соң оның суын төгіп тастаймыз. Барлығын толықтай төкпейміз, астына осындай шамалы ғана картошканың суын қалдыратын боламыз. Өйткені біз езген кезімізде картошкамыз құрғақ болып қалмау үшін осылай шамалы суын қалдыратын боламыз. Шамаменен қалдырдым, мен суын көз мөлшерінде өздеріңіз қалдырасыздар. Егер көп қалдыруға да болмайды, суын шамалы ғана қалдырасыздар. Осылай картошканың езетін сіздерде қандай түрі бар? Менде осындай насадкасы бар. Езетін осылай ездім. Сосын отдельно бір ыдысқа сүтімізді пісіріп аламыз. Сүтті пісіру міндетті, өйткені ыстық күйінде пісіріп қойсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Мен 120 грамдай сүтін құйдым. Егер де картошкаңыздың жағдайына қарайсыз, бірден барлық сүтті толықтай құйып жібермең. Барлығын құйып жіберсеңіздер, сұйық болып қалуы мүмкін. Осы кезде дәмін көріп, дәміне қарай тұздарын салсаңыз болады. Егер де сізде май болатын болса, яғни сливочный май болатын болса, майды да салып жіберсеңіздер болады. Өте дәмі керемет болады. Менде май жоқ болғандықтан салмадым. Толықтай ес болған картошкаларымыздың үстін осылай миксерлейтін боламыз. Миксерлейтін болсаңыздар, картошкаларыңыз жұмсақ, жеген кезде түйіршіктері білінбейтін, өте керемет, сондай бір тәтті, жұмсақ болып шығады. Миксерлеп пісіп көріңіздер. Ал езген кезімізде бізде толықтай бұндай болып жұмсақ болып шықпайды. Бізде енді пюреміз дайын. Жаңа айтып өткендей, май салсаңыз да болады. Май салсаңыз өте керемет болады. Қасына осындай күрішпенен, немесе гречкаменен, етпенен, қуырылған етпенен ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Істеп көріңіздер. Менің видеома тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл менің YouTube арнамдағы алғашқы видеом. Алғашқы видеоларыма сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.